Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің сабағымыз геометриялық прогрессия тақырыбында функционалдық сауаттылыққа арналған кейстік есептерді шығару. Бұл бізде екінші сабақ. Егер бірінші сабақты көрмесеңіздер, көруге кеңес беремін. Сонымен есебімізге келсек, 2026 жылдың басында қала халық саны 300 мың адамды құрады. Қаланың даму жоспары бойынша халық саны жыл сайын 4%-ға өседі. Бірінші, инфрақұрылымдық болжам: 20 жылдан кейін қала халқының саны қанша болады? Есептеудің ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеңіз. Екінші, су тұтыну қосындысы: қала билігі алдағы 10 жылға 2026-2035 жылдар қосалғанда су қорын дайындауы керек. Егер орта есеппен бір тұрған жылына 50 метр куб су тұтынса, осы 10 жыл ішінде қалаға жалпы қанша көлемде су қажет болады? Үшінші, кризистік нүкте: қаланың су қоймаларының максималды сыйымдылығы жылына 25 миллион метр куб су беруге ғана жетеді. Халық саны осы қарқынмен өсе берсе, қала нешінші жылы су тапшылығына ұшырайды? Енді бұл есеп геометриялық прогрессия тақырыбына байланысты болғаннан кейін бізде геометриялық прогрессияның мүшелері болады. Яғни бізде бірінші мүшеміз 300 мың тең. Бұл осы қалада тұрып жатқан халық саны. Және осы халық саны жылдық қаланың даму жоспары бойынша әр жыл сайын 4%-ға өсіп отырады екен. Енді өсіп отыру сәйкесінше Q-ға тең, және 4%-ға артып отырса, ол 1,4-ке тең. Осымен берілгендеріміз жазып алдық. Енді бірінші тапсырмаға көшетін болсақ, инфрақұрылымдық болжам: 20 жылдан кейін қала халқының саны қанша болады? Есептеудің ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектеңіз. Енді бастапқыда 300 мың болды. 20 жыл өтті. 20 жылдан кейін қанша адам болады? Мұнда бізде геометриялық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын пайдалануымыз керекпіз. Ол n көбейтілген бірінші мүшемізбен q-дің n азайтылған 1 дәрежесіне тең. Енді бастапқыда халық саны 300 мың болып тұр ғой. 20 жыл өтеді. 20 жыл дегеніміз мынау бірінші мүшеміз болса, осыған 20-ны қосамыз. Яғни n-міз 21-ге тең. 20 жылдан кейінгі халық саны n 21 болған кездегі халық саны табуымыз керекпіз. n жоқ уже. n-міз 21-ге тең. Бірінші мүшеміз 300 мың. Көбейтілген q 1,104 21 дәрежесі азайтылған 1 тең 300 мың бөлінген 1,4-тің 20 дәрежесі. 1,4-тің 20 дәрежесін былай есептейтін болсақ, ол бізде 2,4
бір бүтін жүзден төрттің жиырма дәрежесі ол бізде жуықтаған кезде 2,19-ға тең. Яғни 2,2 деп қоятын болсақ, онда 2,2 тең. Енді ол бізде 0,1-іміз 30 мың болады, сонда 660 мың деп жауап берсек дұрыс болады. Яғни 20 жылдан кейін қаланың халық саны 660 мыңға тең болады екен. Екінші тапсырмамыз: су тұтыну қосындысы. Қала билігі алдағы 10 жылға 2026-2035 жылға қосалғанда су қорын дайындауы керек. Егер орта есеппен бір тұрғын жылына 50 метр куб су тұтынса, осы 10 жыл ішінде қалаға жалпы қанша көлемде су қажет болады? Енді бұны қалай шығарсақ болады? Былай қарайық. Бірінші жылда 300 мың адам бар ғой. 300 мың адам. Ол әрқайсысы 50 метр кубтан су тұтынады. Қосылған екінші жыл, келесі жыл болсын. Онда қайттан барлығы адам 50 метр кубтан су тұтынады. Және адам саны 300 мың бөлінген 1,04-ке артқан. Одан кейін келесі үшінші жыл болады. Қайтадан 50 көбейтілген 300 мың адам, бірақ бұл жолы не болады екен? 1,1 квадраты. Себебі адам саны қайтадан 4%-ға артып тұр. Дәл осылай бізде кете береді де 10 жылға дейін кете береді. Сол 10 жыл өткеннен кейін бұл жерде жай жазып қояйық. 300 мың Енді бұл жерде біз не байқап отырмыз? Бұл әрқайсысында 50-ге көбейтіліп тұр. Яғни 50 жасынан сатына шығарып жүретін болсақ, біз дәл осы мына қайтадан жазсақ, енді осы жерде 50-де жасынан сыртына шығарып жүретін болсақ, жақшаның ішіндегі элементтерге қарайтын болсақ, бұл элементтердің қосындысы геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысына тең болады. Яғни біздегі геометриялық прогрессияның болып тұрғы 300 мың және әр жыл сайын 4%-ға артып отыр. Сондықтан ол формуланы біз білеміз. S тең бірінші мүшесі, Sn тең бірінші мүшесі көбейтілген Q-дан n дәрежесі азайтылған 1 бөлінген Q азайтылған 1.
Бұл жердегі n есептің шартына қарасақ, n тапсырманың шартына қарасақ, 10-ға тең, яғни 10 жыл болып тұр ғой. Орын қоятын болсақ, 500 мың көбейтілген 1/4 туған дәрежесі ықпалы 1 бөлген 0,04 болады. Бұл жерде 1/4 туған дәрежесі дегеніміз ол жақта болғанда 1/48-ге тең, 148-ге тең. Сонымен мұнда 500 мың көбейтілген мына жерде 0,104 дегеніміз жаңағы бұдан бірді азайтып тұрған кезде бірден жазып қойыппын. Және 1/104-нің 10 дәрежесі 1/48-ге тең болып тұр ғой. Одан бірді алған кезде 0,48 болып тұр. 0,04 көбейтілген жоқ, көбейтілген жоқ. Осы мәнді қарайтын болсақ, бұл бізде примерно жоқтап алғанда 360 мыңдай шығады. Енді 360 мың дегеніміз, жоқ, 3.600.000 мыңдай шығатын шығар. 3.600.000 мыңдай. Иә. Енді 3.600.000 мыңдай дегеніміз, мына жақсының ішіндегі сандардың қосындысы болып тұр ғой. Әлі бізде жақсының сыртында 50 бар. Осы 3.600.000-ға 50-ді көбейтсек, бізге қажетті тұтынып отырған 10 жылдың ішіндегі қаланың жалпы қанша көлемде су қажет болғанын анықтаймыз. Енді көбейтетін болсақ, 36-нан 10-ға өткенде 360, соның 2 өсек 18 болады. Сонда мынау 2 литрлі 180 180 миллион болады.